Ömür görkem, ömür görkem, ömür görkem. Ömür görkem, ömür görkem, ömür görkem, ömür görkem. Алай, аман есен әйтеуір асығып шығып дүйсенбіге де жеттік пе. Сенбі жексенбіде естеріңізді көп демалып қойып есін жия алмай, әлі күнге дейін ұйқылы жүрген көрермендерге жалынды сәлем жолдаймын. Деп бір демалайық та, түскі үзіліске отырайық, сонымен бүгінгі бағдарламаға бірге дайындалайық. Сонымен бүгін бағдарламада қандай тақырып туралы талқылаймыз? Интернет алаяқтардан қалай сақтануға болады? Олардың құрығына түспеу үшін не істеу керек? Бүгін талқылайтын боламыз. Саусақтары қозғалатын, жүргенде бүгілетін протездерді дайындайтын орталық мүмкіндігі шектеулі жандарға жаңа өмір сыйлап жүрген. Олар кімдер? Біз бүгін танысамыз. Сонымен құрметті көрермен, бүгін күн суытты, иммунитетті күшейту керек, көбірек пайдалы тағам жеу керек. Сол үшін бүгін біз дәмді әрі дәруменге толы салат дайындайтын боламыз. Ұлттық арна қосылы болсын. Ömür görkem. Жалпы енді жыл басынан бері интернет алаяқтар туралы қаншама деректер, қаншама факт тіркеліп жатыр. Көпшілігіміз, бәріміз де, сіз де, мен де, осы жерде отырған бүкіл ұжым әйтеуір бір жағдаймен кездескені анық. Оларды қалай анықтауға болады? Олардың тірек сөздеріне қалай түсіп қалудан сақтануға болады? Біздің студиямызда тәжірибелі психолог Лимана Қойшиева. Қарсы алайық. Ömür görkem, ömür görkem. Біздігін үшірге қанша жыл сіздерде? Отырыңыз, түрлетіңіз, жайғасыңыз. Сонымен өмір көркем жобасына қош келдіңіз. Өмір көркем болу үшін өмірде кездесетін әртүрлі жағдайларды, әртүрлі ситуацияларды бірге жеңіп үйрену керекпіз. Ал ондай жағдайлардан сақтану үшін бізге профессионалдардың көмегі керек. Интернет алаяқтық қазір өршіп тұр. Кейбіреулер 5 мың, кейбіреулер 50 мың, біреулер 5 миллион жоғалтып жатыр. Қалай сақтанамыз? Шында да бүгінгі таңда әсіресе мынау дағдарыс кезеңінде осындай алаяқтардың да жұмысы көбейеді, және олар керісінше олардың тасы не дерге? Өрге домалап тұр. Неге? Өйткені біз қазір қиындықта тұрғандықтан көпшілігі әйтеуір содан бір шықсам екен деген оймен, ойланбай, ешқандай анализ жасамай ұрынып қалып жатады. Енді алаяқтар кімдер олар көпшілігінде? Ең бірінші айтқым келетін, олар өте сондай актер деп айтуға болады. Психолог. Шешен деп айтуға болады, психолог деп айтуға болады. Әдемі сондай, өте сондай талғаммен киінетін, әдемі сөйлей білетұғын, адамның жан дүниесіне кіріп, тіпті баурап алатұғындай, сондай өзінің несі бар, қабілет қасиеттері бар олардың. Енді біз қазір телефон арқылы, сайт арқылы алданып жатқандар туралы айтып жатырмыз. Ол кезде әрине дауысы әдемі, сондай, әдемі сөйлей алатұғын, сенімді сөйлей алатын адамдар отырады оған. Қараңыздар, мысалға банктың қызметкері ешқашанда былай асығыс әрі сізді соңына дейін жалынып, тағы да бір рет тыңдап көріңіз, ойланып көріңіз деген нәрсені айтпайды олар. Сөзіңізді бөлсем, осыдан 3 күн бұрын маған хабарласты. Жұма күні әйгілі банктың өкілі ретінде сіздің банктың қосымшасы арқылы, сіздің нөміріңіз арқылы біреу тіркеліп алды. Қазір сіздің атыңызда несие рәсімдейін деп жатыр дейді. Сіз ба, бұл сіз емес па дейді. Енді банк қызметкері міндетті түрде банктың атын айтады. Ол айтқан жоқ, бірден түсіндім. Бірақ бірінші сәтте тыңдағанда 10-15 секундта сол деп ойлап қаласың шынымен де. Одан кейін дей салдым да, енді маған кредит бермейді. Несие бермейді. 200 мың теңге де бермейді. Соны білемін да, алсын жарайды деп тұрмын ғой енді. Ал жақсы дедім. Тағы тексергім келіп тұр, көңіл күйім жақсы, әзілдескім келіп тұр. Одан кейін ол қазір сізге WhatsApp қоңырау арқылы хабарласақ, біздің қоңырауымыз ұзақ болып кетеді дейді. Жақсы. Қайтадан хабарласып, қайтадан соны айтып жатыр. Сол жерде сіз алаяқ емессіз бе десем, бірден телефонды қоя сал. Қайтадан хабарласам, өшіріліп тұр.
яғни кішкене бізге бөтен нөмірлерге мұқият болу, өзіңе сен өзіңді алып шығар дейді ғой енді абай. Сондай бір сенбестікті кішкене мұқияттыққа айналдыру керек сияқты. Менің өзімде де болды, осы жақын арада маған хабарласты, кәдімгідей Каспий банктың қызметкерімін, Алматыдан хабарласып тұрмын, сіздің атыңыздан дәл қазір ақша шешіліп жатыр. Сол кезде менде ақша түсіп тұрған едім. Қалайша қазір ғана түскен ақша басқа адам шешіп алып жатыр деп мен өзім уайымдап қалдым. Сонымен мен жақсы білем, алаяққа еш уақытта иә деп айтуға болмайды. Иә деген сөз сіздің подтверждение дейді ғой. Подтверждение, сосын сіздің даусыңызды жазып алып қалады олар. Иә деген нәрсе. Сол нәрсе есімде бар, иә деген жоқпын, ол сөзді атағанда жоқпын тіпті. Қандай ақша, не қылған ақша деп білмегендей болып тұрдым. Сосын бір жағы ойладым, Каспий банк осы алаяқтармен байланысы жоқ екен деп, өйткені мен бір ретінде ақша алып шыққанымда артымша звондады, сіз маған ақша жіберіңіз деп, мені өзімнің жақын адамды хабарласты. Ол қыз кәдімгі қалалық прокуратурада істейтін қызметкер. Мен Турцияда демалып жатырмын, бүкіл документімді, ақшамның бәрін жоғалттым, көмектесіңізші, маған қазір 150 мыңдай ақша керек болып тұр деп. Аң-таң болып қалдым, қалайша. Сәл болмағанда жіберіп қоюға сәл ойымда болды, бір жағы қиналып тұр екен, айдалада енді далада қалып қойды ғой деп. Кейін ол адамға хабарлассам, телефонын көтермейді. Сосын WhatsApp-қа жаздым. Сөйтсем айтады, мен жұмыста отырмын, ешқайда демалып жатқан жоқпын, қалайша деп. Кәдімгі соның суретін алаға қойып қойған. Енді былай айта берсек, талқылай берсек, мысал көп. Бұндай кезде бәлкім жаңа ғана хабарласқан мен енді қызметкерлер ізін суытпай хабарлау керек дейді. Нөмірлерін беру керек, бірақ оларды табу да қиын. Екіншіден, ең бастысы бұл жерде өз жауапкершілігіміз өзімізде екенін түсіну керек сияқты. Әйтпесе ұрынып қалғанын білмей қаласың. Былайынша көз қарақты күн сайын 100 мысалды естіп жүрген өзіміз 15 мың айырылып қалдым өткенде. Я деп отыр жаңағы қазпошта арқылы, жолдау арқылы ең тарап кеткен тәсіл екен жағы. Сату порталдары арқылы. Сондықтан енді мысалы осындай жағдайлар жыл басынан бері біздің интернет алаяқтыққа қатысты 15,4 мың, яғни 15.400 қылмыс тіркелгені анықталған екен. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 6%-ға төмен. Ең көп таралған әдіс, қазір біздің режиссерларымыз графикамен көрсетіп жатыр осы статистиканы. Ең көп таралған әдіс жаңа екеуміз айтып отырған онлайн сауда. Жарты жыл ішінде осындай тәсілмен 4,5 мың алаяқтық жасаған. 6 айда 4,5 мың, яғни 2 күнде бір рет шамамен. Банктер мен микрокредиттік ұйымдарда жалған онлайн кредит рәсімдеудің 2000 фактісі, құдай бетін аман қылсын. Оның 1000 әртүрлі жобаларға инвестиция, ставка дейді, неше түрлі ойындар, телефон алаяқтық бойынша жыл басынан бері 3000. Сонда барлығы бір енді масқара ғой. Сенімге кіріп алу, бұл енді жалпы қазір маркетинг неше түрлі жағы шағын бизнес дамып кеткен кезде адамдарға қиындау. Схема кәдімгідей, схема жұмыс жасайды. Бір адам емес, бірнеше адам болып звондайды олар. Ол жақ позицияны білдік. Біз жақ позициядан біздің қылышымыз, сауытымыз не? Мықты болу үшін ба? Сенбеуіміз керек. Негізінде қазір мынандай алаяқтық өте жақсы өршіп тұр. Өйткені күніге менің жанымда отырған жолдасым звондайды. Сіз осы интернет арқылы бір витамин сатып алған екенсіз. Енді сол витаминіңіздің несі, жаңағы квитанциясы, номері машина өтіпті. Сіз соған келуіңіз керек болады. Енді ол автомашинаны алу үшін сіз келіп мына сумаға 200 бірдеме мың ақшаны аударуыңыз керек, страховка. Одан кейін оны тағы да бірдеме жаса. Күнде солай қанша айтасыз, қанша қажет емес, саған сыйладым, соны ала қой айналайын деп айтса да болмай звондап жатады. Бірақ осыған түсіп жатқандар өте көп. Менің жақын танысым қазір эфирден тыңдап отырған болар. Сол бірнеше миллион ақшасын, 3000 ба 4 миллион ақшасын салып жіберді. Жаңа машина келе жатыр деген сияқты, су жаңа машина деген сияқты. Адвокат алып, қаншама көмектескісі келіп, соны енді жауапқа тартайын десе, ол адам жоқ, өйткені ол табылуы мүмкін жоқ. Мүмкін емес. Біздің хабарласқан көрерменіміздің де сондай бір мысалы бар ғой деймін. Тыңдап көрейік, қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз ба? Тыңдап отырмын. Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Қарлығаш. Қуаныштымыз, Қарлығаш. Қарлығаш. Сіздердің бағдарламаны көріп отырмын да, дәл осындай ситуация бүгін азанда менімен болды. Қалай болды? Не болды? Айтып беріңізші. Ақшадан айырылып қалдыңыз ба? Маған телефон звондады, алсам орыс тілінде
полиция қызметкерімін, Астана қаласы Сарыарқа ауданынан деді. Сіздің атыңыздан бір фамилияны айтты, бір фамилияны қазір есіне шығып қалды. Бір фамилиямен атын айтты, осында есімді кісі сіздің атыңыздан жаңағы кредит оформить етейін деп жатқан жерінде жаңағы банктың сотрудниктерімен ұсталды. Біз қазір соған адамға жаңағы не бердіңіз ба, доверенность бердіңіз ба дейді. Мен жоқ, әрине, ондай адамды танымаймын, доверенность берген жоқпын дедім. Сөйтіп едім, сіз енді қай банкке обращаться еттіңіз соңғы осы жарты жылда, 3 айда деді. Мен айттым, енді Қазақстанның азаматы болған кезде барлық банкпен жұмыс істеймін дедім. Әрине, Каспий банк, жаңағы әр Қазақстанның азаматы жаңағы перевод жасайтын Каспий банкпен жиі жұмыс істеймін дедім. Содан кейін ары қарай әңгімеге тарта бастады. Соның кейін тез арада өзім есімді жинап алдым да, енді мен не істеуім керек? Онда болмаса мен сізге отделениеға барайын дедім. Сөйтіп едім, оның әңгімесі ұзағырақ мені телефонда ұстау керек болды ма? Әйтеуір тағы да қай жерде банкте нелеріңіз бар, кімге документтеріңізді бердіңіз деп созбақтай берді. Содан кейін телефонда өшіріп салдым. Өшіріп салдым, қайтадан звондады, неге өшіріп тастайсыз деді. Содан кейін өшіріп қалды дедім, қайтадан өшіріп тастадым. Одан кейін 3-ші, 4-ші рет басқа номерлардан хабарласа бастады. Содан кейін мен телефонды мүлдем өшіріп тастап отырдым да, бір 5-10 минуттан кейін сол номерларға звондасам, басқа бөтен бір ер адам, басқа бір әйел адам, жоқ, біз сізге хабарласқан жоқпыз. Жоқ, мүмкін менің кішкентай балам бас жіберген шығар, мен сізге хабарласқан жоқпын деген басқа жауап. Түсінікті. Енді көп осындай жағдай, бастысы енді есін дер кезде жинап алған, түсініп қалған екен. Түсініп қалған, иә. Телефонды ұзағырақ ұстамауға әрекеттенген. Дұрыс жасаған екенсіз. Ұзақ ұстауға болмайды. Жақсы, дереу жалпы бұлармен күрес қалай жүріп жатыр? Оны қалай қолға түсіруге болады? Біз азаматтар бізге қатысты осындай фактор келіп жатқанын білсек, полицияға қалай көмектесе аламыз? Осы орайда Астана қаласы криминалдық полиция басқармасының жедел уәкілі полицияға лейтенанты Айдар Қонысбекті тікелей байланысқа қосқым келіп тұр. Тікелей байланысқа шығуға дайын екен Айдар мырза. Баршаңызға сәлем. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Сонымен Айдар мырза, енді мына жерде біз жаңа талқылап жатырмыз, алаяқтықтың, интернет алаяқтықтың телефон қоңырауы арқылы орындалып отырған осындай фактілердің түр-түрі бар. Мысалы, жаңа ғана бізге хабарласты дейік. Сондай кезде полицияға қалай көмектесе аламыз? Сол нөмірлерді бергеннен пайда бар ма? Біздер қалай не істесек болады? Немесе ақшадан айырылып қалған кезде? Ең алдымен жаңа банк қызметкері ретінде хабарласқан адам хабарласқан кезде және де неше түрлі сылтаулармен олар звондайды. Жаңағы сіздің счетыңызға қауіп төніп тұр, ақша аударуыңыз керек, сіздің атыңыздан доверенностьпен бір адамдар келіп тұр дегендей сылтауларды хабарласқан уақытта бірден телефонды қойып банктың колл-центріне звондау керек. Шынымен де осындай операция қазіргі уақытта жүргізіліп жатыр ма? Немесе 102-ге звондап, ол жерде банк қызметкерлері ретінде таныстыру мүмкін адамдар өздерін, немесе ішкі істер министрлігінің қызметкері ретінде өзін таныстыру мүмкін. Осындай операция болып жатыр. Егер банк қызметкері ретінде таныстырған жағдайда, ол бірден жаңағы банктың колл-центріне звондау керек. Қай банктың жаңа несімен қолданады, карточкасымен сол банктың колл-центріне хабарласу керек. Немесе егер ішкі істер министрлігі қызметкерімен хабарласып тұрған уақытта 102-ге звондап, сол адамның аты жөнін айтып, олар біле алады. Шынымен де осындай қызметкер жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма? Жақсы, ол түсінікті ғой, бұл жалған есіммен, жалған нөмірмен хабарласып тұрған барлығымыз біліп тұрмыз, иә? Ал сол жалған нөмірлерді сіздерге хабарлаған жағдайда бұғаттап, немесе ары қарай енді осында құрбандар көп болмау үшін сіздер қалай күресіп жатырсыздар? Біз хабарлаймыз ғой? Ол нөмірлер көбінесе өшіп тұрған нөмір болуы мүмкін, немесе басқа тұлғаға қолданысындағы нөмір болуы мүмкін. Ол дублирование номеров деп аталады. Бұл именно дублирование номеров. Ол жаңағы кез келген банк нөмірін солай дубликат жасай алады, немесе кез келген біздің азаматымыздың нөмірін дубликаттап, солардың нөмірі арқылы хабарласады.
Ол тұрғыда қазір осындай бір программа ойланып жаңағыдай құрылып жатыр. Сол номерлердің бәрін блокирование жасау жөнінде. Жақын арада іске асуы мүмкін. Ұзағырақ сол туралы сұрап көрейікші. Айдар мырза, бір сұрақ айтыңызшы, жалпы қолға түскендер бар ма осындай алаяқтардың? Бұл хабарласып отқан адамдардың барлығы біздің Қазақстан территория аумағында орналаспаған, ол бізге белгілі. Сол себепті ол адамдар шетелде отыр. Шетелден звонктар жасайды. Қолға түскендер жоқ па? Хабарласатындары жоқ. Қолға түскендер. Мұнда ақша шешіп, жаңағыдай не істейтіндер бар, которые ақша шешіп сол жаққа жіберетін. Сондайлар түскен. Кеткен ақша кетті, қайтпайды, демек. Ал енді бір сұрақ, осы ұзағырақ әңгімені созуға тырысудағы мәселе неде? Геолокация біліп алу ма, не үшін керек деген ғой ол адамдарға? Ол адамдар енді барша сеніміне кіреді ғой, жаңағыдай адамда не бар, жаңағыдай көп ақшалай тарту, ақша жинау арқылы жаңағыдай басқа банктарда жаңа кредит оформлять етіп, адамдарға доставлять етіп, қандай мүлкі болса мүлкісін тартып алу жаңағыдай. Сол үшін олар ұзақ әңгіме айтып. Жақсы, Айдар мырза, рахмет айтамын сөзіңізге. Енді білмеймін, қалайда бір жол табылу керек шығар. Бізде де бір IT саласының мықтылары бәлкім осымен күреске арналған жақсы бір технологиялар, жаңа бағдарламалар құрастырады. Сол IT программистер білетін шығар соның несін жауабын деп ойлаймын негізінде. Құрметті көрермен, біз сіздерге біздің студиямыздағы үлкен экрандар арқылы өздеріңізге келетін әртүрлі хабарламалардың мысалдарын көрсетіп отырмыз. Дәл осындай хабарлама келген жағдайда алданып қалмаңыздар. Бұл ешқандай да ресми органның немесе белгілі бір компанияның өкілдерінің хабарламасы емес, бұл алаяқтардың стандартты хабарламалары. Сонымен, Лимана ханым, бастысы бұл жерде жауапкершілік өзімізде, полиция құтқармайды, кеткен ақшаны ешкім қайтарып бермейді, тек алдануға болмайды, сақ болыңыз. Кетті ма? Кетті. Тез арада жаңағы табыс табу болмаса, тез арада осы бір пайда көрем деген нәрседен кішкене өзіміз тоқтатуымыз керек, өйткені ол тез арада ештеңе бола салмайды. Егер шын болатын болса да, ол мыңнан бірде ғана бір лотерейный билет болмаса, ол болуы мүмкін емес. Соны біле тұра біз соған барамыз кейде. Біліп тұрып келісіп жатамыз. Түсінікті. Өз басымда болған жағдай, бірінші карточкадан 0 теңге шешіп алады екен. Сол кезде дереу интернет сатып алуларды тоқтату керек. Содан кейін барып 1000 теңге сосын 5000, сосын 20000 кете береді екен. Бұл менің басымда болған жағдай. Құрметті достар, бір-бірімізге көмекші болайық. Өмірді көркемдете түсу үшін кейде шынымен де сақ болу керек. Азағын үзілістен кейін қызықты танымды тақырыптармен тікелей эфир жалғасады. Өмір көркем. Құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз, өмір көркем жобасы жалғасады. Шын мәнінде өмірдің тек жақсы жағын көре берсек, кейде бізді мықты қылуға арналған тұстарына мән бермейтін болсақ, әлсіз болып қалуымыз мүмкін. Өмір сонысымен көркем, біз кейде күш-жігеріміздің, мінезіміздің мықты екенін танытатын жағдайлармен көркем. Көп жағдай болып жатады, төтенше жағдайлар, жол апаттары, Құдай бетін аулақ болсын, әртүрлі жағдай болады. Сонда сақтансаң сақтаймын дейді, бірақ кейде сақтана алмай қалатын кездер болады. Сондай кезде біз бір-бірімізге көмекшіміз. Біздің жаңа технологиялар көмекші. Бізді өсіретін адамдардың идеялары, тағдырдың тәлкегіне түсіп қалған әртүрлі жағдайлардан аман шыға алмай, қолынан немесе аяғынан, саусағынан әртүрлі жағдайлар болады. Айтуға да ауыр. Сондай кезде жаңа идеялар, жаңа нанотехнологиялармен, протездермен алып шығатын жастар, бастамашылар көп болсын деген тілек. Протез салынумен айналысатын тұңғыш орталық бар біздің елімізде. Соның бас атқарушы директорын шақырып отырмын. Осы әңгіменің барлығы неге айтып келіп отырмыз? Фатих Мехмет Кая мен директорының орынбасары Ринат Ерғалиұлы біздің студиямызға келеді. Қазір және протездер арқылы қоғамға бейімделіп кету қаншалықты жылдам, және сіз өзіңізді ешқандай кем сезінбеудің тәсілдері қалай жүзеге асады, сол туралы айтып береді. Сонымен көп сызбайық, шақырайық студиямызда қонақтарымызда. Фатих мырза, Ринат мырза, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар, төр сіздердікі. Кеңінен бұл үлкен диван сіздерге.
Аха. Қош келдіңіздер. Hoş bulduk. Сонымен бионикалық протездер. Тағы қандай протездің түрлерін? Көп, протездің түрлері көп бар. Қандай? Науқасқа байланысты механик бар, гидролик бар, бионик бар, миоэлектроник бар, көп бар. Біздің елімізде құрастырылар ма? Ya, завод жоқ. Мен сөйлеймін. Сен сөйле. Негізі бұл протездің түрлері көп. Протездің біз оның барлығын өзімізде құрастырамыз. Біздің орталығымыз Алматы облысында Талғар ауданында орналасқан. Ол жерде жаңағы бионикалық протездер бар. Сонымен қатар жаңағы гидравликалық, пневматикалық түрлері, тізе буындарына арналған миоэлектронды протездер бар. Протездің түрі қазіргі таңда технологияның дамуына байланысты түрі де көп. Түсінікті. Ал баға жағынан салыстырған кезде қаншалықты біздің еліміздегі құрастырылған протездер тиімді? Әлде бірдей ма? Мысалы, енді білеміз, немістің қателеспесем Аттабук деген компания. Аттабук деген. Аттабук. Ең жақсы жетік бионикалық протездер солардікі. Кәдімгідей буынға дейін бүгіледі бәрі. Сондай деңгейде ма? Орташа қолларда 4 миллион, 6 миллион теңге мен 12-16 миллион теңге арасында болады бар. Бұл сервистік қызметімен бірге жаңартып тұру, майын ауыстыру деген сияқты. Сервисмен бірге болады. Ondan başka dizde болған dizde kalem modellerde ortaca 3 milyon, 3,5 milyon tengeden basıp 8 milyon tengeye дейін бар. Бағалары солай. Мемлекеттік квотамен алуға сіздердің бар ма? Қандай да бағдарлама, коллаборациялар? Бар. Мемлекеттік бюджеттен жарты бағасы, қалғаны өз атынан ба, солай ма? Ол солай емес, порталмен келеді, порталмен. Misal memleket 600 bin tenge төлейді, 600 bin tenge или 800 bin tenge protezine байланысты. O өзі басқа нәрсе қосса, оны қалтасынан төлейді. Енді жылғы статистика қандай? Қанша адамды протезбен қамтамасыз етіп отырсыздар? Қазіргі таңда біздің орталыққа осы жылға келген тапсырыстардың саны 743 мың. 743 мың. Оның ішінде протез, қолдың аяқтың протездері бар, және де ортопедиялық аяқ киімдер бар. Сонымен қоса ортопедиялық жаңағы құрылғылар, таяқ, балдақ, және де жаңағы церебральды паралич ауру диагнозы қойылған науқастардың экзоскелеттері бар, онымен қатар жаңағы жүргектері бар. Соның барлығын қосқанда біздің орталық қазіргі таңда осы жылға 743 мың тапсырыс алды. Статистика қандай? Енді сіздер ғана емес қой, компания көп қой қазір. Талғарда мен қателеспесем бірнешеу бар, е? Осындай. 3 үлкен компания бар. Қазақстан бойынша 3 үлкен компания бар. Филиалдардан бөлек өзіміз өндіретін, е? Жалпы сіздердің орталықтарыңызға 743 мың бір жылда келіп тұр ма? Сонда 743 мың адам. Солай, олар бәрі келмейді. Өсіп жатыр. Порталдан bilgisayar мен компьютермен алады. Biz адреске жібереміз. Қазпостамен жібереміз. Енді бұлай саусақ болмаған кезде, немесе енді кейбір буын шағын ғана протездеу, қатты, енді бәрі де қатты ауырлық тегізеді ғой, бірақ кейде бір балаларды көрдік, бір аяғы жоқ түгелмен, бірақ дегенмен протез киіп, кәдімгідей доп теуіп жүргендерін көріп қалдық. Мүмкін ба осының барлығы? Сол мүмкін. Синхрондау біздің нейрондарымызбен тұлғалық. Қаншалықты 100%бен салыстыратын болсақ? 100% емес. Балая байланысты, misal 8 жаста, 9 жаста болғанда болады, бірақ 4-5 жаста біз протез алғанда ол біліп алмайды. Оның үшін 1 жыл, 1,5 жыл біліп öğrenmek керек. Ondan кейін болады. Ал шикізаты біздің елімізден бар? Шикізаты қазіргі таңда енді ол протезге қолданылатын шикізаттар біздің Қазақстанда өндірілмейді. Сондықтан біз шетелден, оның ішінде Түркия елінен, Америкадан, Германиядан, Франциядан тапсырыспен алып отырмыз қазіргі таңда. Бір протезді дайындауға қанша уақыт кетеді?
Протезді дайындауға ол ең біріншіден жаңағы қиындығына байланысты орта есеппен алғанда 7 күннің ішінде біз протезді дайындап шығамыз. Бірақ қолданып жүрген адам бірінші рет қолданып жүр ма, жоқ әлде екінші рет немесе одан да көп жылдан бұрын протез қолданып жүрген адам ба, соған байланысты оның протезден кейінгі сол жаңа протезге үйрету уақыты 10 күнге дейін созылуы мүмкін. Сіздерде орталықта жатып үйренеді, Барлығы реабилитация өзімізде. болады, Қазір қазақ халқына фонды, Қазақстан халқына Қазақстан қоры, халқына қоры оны білеміз. тек көп көмек береді. Қазір сол басқа шетелде, басқа жерде жоқ. Қазақстан халқына қорын енді білеміз, осы әсіресе балаларға өткені келіп түсіп жатқан өтінімдер 10 мыңға жуық болғаннан кейін осы протезге қатысты. Ал мемлекеттік бюджеттен келетін протезде ол жесі бүгілмейді, бионикалық емес, мені жаңа ғана көрсеткен қыз, сол Қазақстан халқына қорына арқылы алған сіздерде, мен оны білем, кішкентай ғана оралдық қыз. Жақсы, біз көрсетіп отырған мына видеодағы кейіпкерлердің барлығына сіздер протез дайындап жатырсыздар, иә? Сол протез, бионик протез, қымбат протез. Туылған кезден аварияны салдық. Орташа бір хafta 10 күнде қалай қолданамын деп үйреніп алды. Бір хafta 10 күнде. Бір аптада үйреніп алды, иә? Сосын сыртын қаптайсыздар, иә? Иә. Қандай бір анализдер тапсырып, сәйкес келмей қалатын кездер бола ма? Солай, сәйкес емес, мисал, қолы болмаған кезде біз қарап көреміз. Нервлер қалай, күшті ме, күшті емес ме? Егер күшті болса, протез саламыз, күшті болмаса, салмаймыз. Или бір egzersizмен антиман жасап кувет алса, күш болса, ол уақыт саламыз. Көтер алмай қалуы мүмкін, иә? Күш жетпеу мүмкін. Неше жастан бастап болады жалпы балаларға протез қою? Сол протездер 4-5 жастан бастап болады. Бірақ ана 2 жастағы кішкентай қызды көрдік қой, аяқ салып берген. Жол апатында аяқ басқа, аяқ 2 жаста да болады. Бірақ бионик қоллар 2 жаста болмайды. Өйткені иықтың шамасы жетпей қалуы мүмкін. Дұрыс енді. Біз бір сурет көрсетейік. Біздің көрермендеріміздің бірі Гүлнар ханымның ұлы, міне Диас деген балақай, жасы 11-де саусақтары күйіп кеткен дейді. Маңғыстау облысында тұрады. Осыған саусақ жалғауға бола ма? Саусақты протездеу мүмкін ба? Болады. Азыр солай суретпен видеодан солай айтамыз, болады. Бірақ қарап көруіміз керек. Қарап көру керек, бізде Гүлнар ханым осы Диастың анасымен хабарласып көрейік. Қазір біз нөмірін тауып алып, мүмкін болса видео байланыспен шыққым келіп отыр. Нөмірі қайда екен? Жақсы, біз былай хабарласа берейік. Негізі Маңғыстау облысының тұрғыны, жалпы бірнеше бала бар, соның 3 баланың осындай саусағы жоқ екен. Бізге келіп түскен мәлімет бойынша оларға көмектесу мүмкін ба? Ал Қазақстан халқына қорынан басқа қандай қорларда осылай протездеуге мүмкіндік бар? Азыр тек қана Қазақстан халқына қоры. Енді президентіміздің бастамасымен биыл 2022 жылдың 11-ші қаңтарында қосылған болатын. Ашылған қор бұл. Биылғы жылға сіздермен келісімшарт бойынша қанша баланы, бюджет қандай осы протездеуге бөлінген? Қанша баланың әлі өтінім беруге мүмкіндігі бар? Білмейсіз бе? Бөлік-бөлік. 3,5 миллион теңге болған бар, 4 миллион теңге бар. Балаға байланысты келісім бойынша болған бар. Қазіргі 50 адам ма? 50 адам. Қол қойдық. Жаңа Диас деген 11 жастағы баланың анасымен хабарласып отырмыз. Гүлнар ханым, қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Біз өмір көркем жобасынан хабарласып отырмыз. Менің есімім Айкерім болады. Диас қайда, жаныңызда ма? Жанымда, сәлеметсіз. Мына жақта протез шығарушы компания өкілдерімен біз байланысып отырмыз. Саусақты протездеу, бионикалық протездеу мүмкін екен. Сіздер бұған дейін хабарласып көрдіңіздер ма протез жасау мәселесі бойынша
Қанша қаржы кетеді, мүмкін ба, сұрадыңыздар ма? Мен протезге хабарласып көрген жоқпын, өйткені протезге хабарласатын мүмкіндігім болған жоқ. Неше балаңыз бар сіздің? Менің 6 балам бар. 6 бала. Диас нешінші бала? Диас 5-ші ұлым. Кішкентай екен. 2013 жылы Диасқа ота жасалған екен. Иә, Диасқа ота жасалды. Осы саусақтарына ма? Иә, саусақтары бірігіп қалған еді, сол саусақтарын ашты отасын. Осы Астанада жасады. Протезден басқа ештеңе көмектеспейді, е? Он жағын білмеймін, мен деген кеше карантин басталып кетті, одан кейін баланың қолына сүйіл шығып кетті. Дәрігерлер не дейді енді? Дәрігерлер кеше енді сүйегі не қылды, мен кеше осы жылы көрсетем ба деп едім, мүмкіндігім болмай қалды. Гүлнар ханым, сіз іздендіңіз ба? Қазақстан халқына қоры осы балалардың әсіресе қол аяғынан протездеуге қатысты қаржы бөліп отыр. Білесіз ба осы туралы? Хабарластыңыз ба? Өтінім бердіңіз ба? Хабарласқан жоқпын, бірақ білемін, мен өйткені менің атымда үй бар. Сол жағдайда маған ешқандай зат көмектеспейді. Олай емес. Олай емес. Үйдің болған болмағанына қарамайды. Қазақстан халқына .kz сайтына хабарласыңыз. Мен енді бұл қор туралы ақпарат көп білем, сондықтан хабарласыңыздар, сол жерде бүкіл ақпарат көрсетілген. Біз қазір бір специалистімізді жібереміз. Ол жерге 3 бала бар деп айттыңыз. 3 бала. Үшінде көреміз, қалай, бәрі. Жақсы. Гүлнар ханым, түсінікті, рахмет сізге. Фатих мырза тікелей эфирде мені көмектесуге дайын екенін айтып отыр. Сіз Маңғыстауға осы 3 баланы тексеруге, протездеуге қатысты алғашқы базалық ақпаратты алуға маман жіберем деп тұрсыз. Өте қуаныштымыз. Гүлнар ханымның онда байланыс телефондарын сіздерге береміз. Қандай жоспарлар бар? Әлемдік нарыққа шығу деген сияқты. Білмеймін енді, протездеу бизнесіне қатысты бұндай сұрақ қойған. Қазір солай. Біз Ринат айтты, Германия, Франция, Түркиядан товар аламыз. Сол жерде жасаймыз. Қазір ойымызда келесі мүмкіндік болса жылдарда өзіміз Казахстанда дайындаймыз. Иншалла. Экзоскелеттерге қатысты өте қымбат тұрады негізі, әсіресе, бірақ бұл жаңағы ДЦП әртүрлі осындай диагнозға шалдыққан балаларға қатты қажет. Шетелдіктер 127 миллион, 45 миллион, әртүрлі бағасы. Неге байланысты? Сіздердегі экзоскелеттер қанша тұрады? Экзоскелеттің енді бұл тірек қимыл аппаратының функциясының бұзылуына байланысты жасалынатын аппараттар. Ол аппарат біріншіден қандай қимыл қозғалыс көрсету керек балаға. Мысалы, тік тұрған бала болатын болса, ол кезде жасалынатын аппараттар оның бағасы жаңағы қол жетімді. Ал егер де ешкімнің көмегінсіз баланың өзі немесе ересек адам болсын, өзі жүріп қозғалып, қолын аяғын қозғалтатын жаңағы тірек қимыл аппараты болса, экзоскелет, онда оның бағасы қымбаттау болады. Қанша? Енді ол мысалы мен сұрап отырғаным тәтпіштеп салыстырғым келіп отыр бағалар шетелдік және еліміздегі. Біз енді бізге келген науқастарымызға мысалы біз әрқашанда қол ұшын беруге тырысамыз. Түсінікті. Сондықтан да біз үстіне мысалы ол қолданылатын материалдың барлығын шетелден алғанымызбен біз үстіне ешқандай пайда қоспай, тек қана сол адамға бір пайдасы тисе екен деген ниетпен біз жасап береміз. Өте дұрыс. Бізге тағы бір кісі хабарласып тұр екен, көрерменіміз. Тыңдайық, қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Мен ана ортопед кісіге сұрақ едім. Менің 8 жаста еді. Кішкентай күнінен каталапс деп туылған ғой. Қалай туылған? Біз оны 7 айынан бастап есікке салып әйтеуір жүргіздік. Бірақ қазір аяғына табанына тобығы сыртына шығып кеткенде, тобығы сыртына шығып тұр да, ана қисық басады. Жүр. Үйден оқып жатыр сабақты. Бірақ ана
табанның ұшымен ғана жүреді. Соған ортопед аяқ киімді заказ беріп алдырып жүрміз. Бірақ енді сол операция жасауға келмейді дейді. Бірақ соған мен алаңдаулымын, қисық аяғы. Түсінікті. Негізі бұл кісінің айтқанын түсіндік. Бұл баласы түсінгенімізше жаңағы аяғының ұшымен жүреді, соған байланысты тобығы сыртқа шығып кеткен. Бұл деформациялар жаңағы тобық сүйектердің деформациясы. Бұған операция жасалмайды деп айтқан екен бұл кісіге, бірақ операция жасауға болады. Қай жақта? Қазіргі таңда енді біз ол операцияны мысалы Қазақстанда да жасайды. Міндетті түрде шетелге. Бәлкім олар іздеп тауып алар. Қай жерлерге болады? Оны біз бірінші көрсек баланы. Рентген, МРТ, ондарды көреміз, ондан кейін айтамыз. Сол кезде біз сілтеме бере аламыз. Демек, хабарласқан көрерменге өтініш, редакторларға нөміріңізді қалдырыңыздар. Жалпы жұрттың сұрағы көп екені анық, сіздерге қайдан тапса болады, сайт немесе телефон айтып жүрсеңіздер тікелей эфирде қазір кері байланыс орнатып кетуге болады. Өйткені анық қой. Бір дәрігерге барады да көпшілік сол не десе сол заң деп жүре береді. Бірнеше дәрігерге бару керек қой негізі. Хабарлап айтып қалсаңыздар. Мен өзімнің жеке номерімді берейін. 8707 653 54 99. Менің телефон номерім 24 сағат бойы қосылып тұрады. Өйткені маған көптеген біздің науқас адамдар хабарласады, көптеген сұрақтары болады. Демалыс күні болсын, басқа күндері болсын, кез келген уақытта хабарласа беруге болады. Түсінікті, құрметті көрермен, бұл тікелей эфир YouTube-та сақталады. Сол жерде қайталауынан номерді өздеріңіз жазып алып, қажет, мұқтаж адамдарға берсеңіздер болады. Игі бастамаларыңыз оң болсын. Әсіресе осы Қазақстан халқына қорымен бірге атқарып жатқан жұмыстарыңыз талай баланы біздің қоғамға белсенді етіп, талай баланың жаңадан екінші өкпесі ашылып дейді ғой, жаңадан өмір сүріп кетуіне ықпал етіп жатырсыздар. Табысты болыңыздар. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін тікелей эфирде қайта қауышамыз. Өмір көркем, құрметті көрермен, дәл солай және солай екеніне сену керек. Ең бастысы, бұл біздің басты қағидамыз. Және тағы бір қағида, өмір таңдау. Сіз нені таңдайсыз, қай бағытты таңдайсыз, ары қарай болашақ перспективаларыңыз сондай болады. Мысалы, сіз майлы таяқшалар таңдайсыз ба, әлде дүйсенбі күні онсыз да күйзелісі көп күнде, онсыз да стресске толы эмоционалды ауыр күнде жеңіл салат таңдайсыз ба? Бәлкім ағзаңызды кішкене жеңілдікке үйретесіз. Сол кезде кешке жақын ұйықтауыңыз оңай бола ма, әлде қиын бола ма, соған қатысты да шешім қабылдағаныңыз. Яғни жеңілдікті таңдау әрдайым сіздің өміріңізді жеңіл әрі көркем етеріне бір қадам екенін еске салғым келіп тұр. Мен тренер емеспін, мен коуч емеспін, жай ғана кеңес қой. Біздің студиямызға келетін тәжірибелі аспаз Махаббат Тоғызбаева кейде эмоция тым көп болып кеткен кезде жеңіл салат жеп тұрған жақсы дейді. Сондықтан сондай салаттардың бірін қазір студиямызда дайындап береді дейді Махаббат ханым. Қайырлы күн баршаңызға. Ал фук-фук етіп әдемі көңілді салат жасап жүрейік. Фук-фук деген салат жасаймыз ба? Иә, фук-фук деген салат жасап жүрейік. Жарайды. Сіз фартук кимей-ақ қоясыз, бүгін? Мен де жасайыншы бүгін сізбен бірге. Көрермендер, қандай жақсы келіншек деп айтсын мені. Орамал қайда орамал қайда қыздар. Апайлар ұрсат маған айтпесе хабарласып. Құрметті достар, бізде енді қандай салат жасаймыз? Дәруменге өте бай. Осы жерде микрозелень бар бізде, түрлі түсті капустамыз бар. Орам жапырақ. Иә, орам жапырақтарын түрлерінен үйлескен осындай салат жасайтын боламыз. Сіз маған болгар бұрышын аши берсеңіз болады. Иә. Қазір құрметті көрермен, біз бұл рецепті әлеуметтік желіде жариялайтын боламыз. Бұл салатқа біз жаңа фук-фук деген ат қойып жүрген сияқтымыз ғой, Махаббат ханым. Көркем деген салат жасап жүрсек, көркем деп. Бағдарламаға сәйкес қылып. Енді әдем болып қалды ма? Нормально? Супер келіншек болып қалдыңыз ғой. Не істеу керек? Сіз енді маған болгар бұрышын ашып бере беріңіз. Иә, сізге өзіңіз сияқты размерде берейік та, пышақты қараңыз, кішкентай ғана. Осы жерге келген адамдардың бәрі жүріп мені әзілдеп кетеді. Кішкентайсың, нәзіксің деп. Өте нәзіксіз, иә.
мен кішкене былай бір қырын отырамын тамақ деймін жемесе де толмайтын. бір құпияңыз бар болып тұр ғой сіздің сол Жай асығып жүру керек болды. асығып жүру керек дейсіз Осылай ма? иә не дейді анау хаотично қалайсыз солай Импровизация. Ұлы жоспарлардан да ал артық. бізде су қайнайын деп қалды енді қараңыздар Құрметті көрермен, мына салатқа қатысты сұрақтарыңыз болса тікелей эфирге хабарласыңыз. Біз айтып кетейік, бізде мынау не Қытайдың жоқ болгар бұрышы болгардың тәтті бұрышы. болгар бұрышы Тәтті керек болгар бізге бұрышы. осындай түрлі түсті күнделікті жапырақ. орам жапырақ күнделікті емес мынау қызыл түсті осы салатқа әрлендіру үшін әдемі түс беру үшін бірақ дәмінде өзгеріс жоқ Огурчик, қияр брокколи. брокколи түрлі түсті капустамыз қазір осылардың барлығын қайнатып алатын боламыз бізде микрозелень деген бізде микроэлементтерге бай денсаулығымызға пайдалы қазіргі уақытта трендте бізде денсаулығымызға өте мән беріп тамақтанатын болдық қой черри помидор осындай қызылдас енді осының бәрін үйлесін бізде чили деген дайын соус мен неге тәтті әрі ащы дәм беріп тұрады енді осыны біз үйлестіріп осыларының барлығын араластырып мінекей суым қайнап қалды салат жасайтын боламыз Су қайнатайын жатса? енді қараңыз Брокколимен түрлі түсті капустаны қайнатасыз, 3-ақ минутта қайнатамыз енді бұл жерде біз кішкене лимон шырынын қосып жіберуіміз керек суға Мынаны турау керекпін ба мен? және өзім салып жіберіп Тура берейін ба сізге? аршы беріңіз Ашу керек па? тұздаймыз суымызды міндетті түрде енді осыған кезегімен мысалға бізде брокколи 3 минут қана қайнайды түрлі түсті капустамыз бізде қаттырақ болғандықтан қабығын ашу керек па? қабығын емес жанып отырмыз сол мынаны қараңызшы кухняда дым хабарыңыз жоқ болғаны байқалып қалды ғой Одан да оны эфир жүргізбеймін мен. мына қараңызшы осылай ашып тазалап қойсаңыз Мен қазақтың қызымын ғой, қуырып бәрін жандырып кетіре беретін. Дұрыс. Өйткені мен толмаймын ғой қанша жесем де. Қалай жесем де десеңіз Май қазір 3 минут қайнап шығуы керек. Ақыл айтқаным болмаса. Оға дейін біз осындай қиярларымызды турап аламыз. Жақсы. Нанды. Нанды тураймыз сөйтіп. Дәл бұл енді ең иммунитетті көтеретін дәрумендер бәрі бірге қосатын сияқты ғой. Өте дұрыс айттыңыз. Дәл солай. Дәл солай. Кішкене бізде барлығына жетсін деп молынан жасайғанды жақсы көреміз. Біз қазақпыз ғой, барлық нәрсені қаншалықты пайдалы болса да, үнемдеп жеу керек болса да, біз көзбен тойып, мол болып тұрғаны жақсы көреміз ғой. Кем дегенде салатқа тойып алыңыз, құрметті көрермен. Нан жемесеңіз де салат жеңіздер дегендей ғой, Ол кішкене пайдалы болады сізге. Ал мынау шөпті айтам. Кейде болмайды ол. Кейде болмайды. Кейде бұны қиын емес, кәдімгідей үйде өсірсе, мысалға ноқат, бұрыштардың барлығын осылай кішкентай ғана ыдысқа алып, үйде терезенің алдында баяғыда апаларымыз өсіруші еді ғой. Дәл солай қылып өсіруге болады, ешқандай қиындығы жоқ. Оны арнайы бір супермаркеттерден барып алу қажет емес. Қазіргі уақытта микрозелінді өсіру қиын емес. Өсіру. Авокадо да өседі, лимон да өседі, қызыл бұрыш өседі, өзім өсіріп. Сіз өзі аспаз болып жүргеніңізге қанша жыл болды? Аспаз болып жүргеніме енді есімді білгелі аспазбын десем өтірікші емес шығарым. Бірінші сыныптан бастап бойым жетпей, екіге бөле береміз. Осылай сала беріңіз ішіне, әр түрліне. Мына кішкене қызыл капуста қаттырақ болып келгеннен кейін бұны арнайы осылай турап, мыжғылап алғанымыз дұрыс. Яғни папаға бойыңыз жетпей тұрған кезде аспаз бола бастадыңыз ба? Аспаз бола бастадым, осы тамақты жасау анамыздан берілген қасиет, одан кейін қызығушылық анамызға қарап өстік қой, бойды түзеп. Енді осы аспаз деген қазіргі уақытта өте сұранысқа ие, жақсы мамандықтың бірі өздеріңізде. Мен сияқтылар сіздердің табыстарыңызды арттырып отыр ғой. Дәл солай. Бізде қазір мен мысалға Инстаграм арқылы осы рецепт сатасыз ба? Рецепт сатамын. Бізге Инстаграм арқылы қазір аламын. Сіз андай алып беретін бірдеңе бере қойыңызшы. Осыны бере қойыңыз. Дым хабарым жоқ дейді, пісіп кеткен жоқ па деп кәдімгідей.
енді шамалы бірдеңе білетін шығармыз. Инстаграм арқылы көпшілікке өзіңіздің білетін рецептілеріңізбен бөлісіп тұрасыз. Шебер сабақтарын ұйымдастырып тұрасыз. Солай ма? Дәл солай. Осы Инстаграмның арқасында қазіргі уақытта табысымды тауып отырмын дегендей. Инстаграмның арқасында емес. Маркетингті меңгеріп, өз табысын, өз қабілетіңізді табысқа айналдыра білгеннің арқасында, иә? Солай емес па? Солай. Айына миллион табады дей ма, не дейді? Ақша туралы айтуға болмайды деп, әрине, Аллаға шүкір, табыс өте жақсы. Үйренгісі келетін қыздар да көп, мысалыға табыс осы аспаздықты осылай қазір на выезд дейміз ғой, үйді аралау арқылы мен сияқты қыздарға барып, бәрі жайлап күштік беріп келесіз. Фук-фук еткізіп жасап бересіз. 2 сағат, 3 сағаттың ішінде дайын болғанда өздері түсінбей қалады, турына тамақтың барлығы суреттегідей ғой деп. Сол сияқты, жұмыс басты кісілерге ыңғайлы ғой. Рас, енді сол шынымен де кейде жұмыс дейміз да, барлығын үйрене беруге шама жетпейді ғой. Негізі базалық тағамдарды балаң жейтін жағы, отбасың жейтін де істей аласың да, бірақ қонақ келгенде таңғалдырғың келеді. Сондай кезде аспаз жалдау, аспаз шақыру, бұл өте орынды деп ойлаймын, онда тұрған ешқандай әбеттік жоқ. Жаңа сіз табысты айтпаймын деп отырсыз. Табысты айту керек. Өйткені сіз сияқты қанша келіншек бар. Біз оларды жігерлендіреміз. Сіз жігерлендіргеннен ақшаңыз азайып қалмайды. Дұрыс айтасыз. Айтыңыз, миллион табасыз ба, таппайсыз ба? Миллионнан астам табамын. Миллионнан астам табамын. Өтірік айтпай қойын. Теңге ма, доллар ма? Теңгеміз долларға айналсыншы. Мен айтқаныңыз. Әзірше теңге. Енді әрине аспаздық өнер бұл енді кез келген қазір мен құятын барлығын құйып берейін. Кез келген қолынан келмейді. Кез келген қолынан келмейді емес, үйдегі үй ханшайымдардың барлығы да аспаз ғой енді. Қазан ошақтың жанінде біздің өзіміздің табиғатымызға сай ғой бұл. Бала күнімізден тамақ істеуді үйретіп, ең құрмағанда әйтеуір бір торт пісіре біліп жатқан қыздарымыз бар, қаншама. Үйде отырса да, үйде отырып, мысалыға, енді ауылдық жерде деп айтпай қойын, қалалық жерлерде мысалыға еда на вынос деп торттарыңды, бәліштеріңді, неше түрлі булочкаларыңыз неше түрлі пісіріп апарып берсеңіздер, өте қазір сұранысқа әдемі жасай білетін, әдемі жасай білсеңіз, дұрыс айтасыз, әдемі жасай білсеңіз, және де оны әдемі етіп суретке түсіріп, Инстаграмыңызға салсаңыз, не болмаса WhatsApp, көршілердің WhatsApp группа бар ғой қазіргі уақытта. Енді туысқандар чаты. Қаражатқа айналдырам десеңіз, табыс көзіне айналдырам десеңіз, барлығын. Ол барлығы өзіңіз қолыңызда. SMM, маркетинг оқыдыңыз ба? Мен ондай ештеме оқыған жоқпын. Менің өзімнің не дейді, творческий көзқарасым бар. Сондай бар енді. Бағанағы эфирдің басында айтылып кеткен, мен де сондай алаяқтың қорында мен де болған адаммын. Менің Инстаграмды хакерлер деймін, взлом жасап, подписчигі көп кезде взлом жасап алып қойып, оны түрік азаматына, Турцияның азаматына сол мемлекетте сатып жерген, сөйтіп, міне свечили соусымызды құямыз. Бұған өте көп нәрсенің қажет емес. Дайын сата ма? Дайын сатады. Мен соустарды да жасап көрсетуге болар еді. Мен тек қана үй ханшайымдарға оңайырақ болсын деп. Жаным, ау қалай әдемі айтасыз. Үй ханшайымдар. Бұдан кейін құрметті қыз-келіншектер, өздеріңізді үй ханшайымдары деп атаңыздар. Махаббат ханымның бізде осындай үй ханшайымдарына оңай болу үшін, мен қалай жасаймын мына салатты деп, қатты қиналмас үшін осылай оңай свечили соусы, дайын соусы кез келген дүкендерде сатылады. Қиын емес оны табуға. Осыменен лимон қышқылын, свечили соустың ішінде барлық дәмдеуіштерінің барлығы бар. Осыны қосып, қараңыздар, түсі қалай өзгерді. Зәйтмайын құямыз ба? Бар ма бізде? Бар әрине. Болды. Айтсаңыз болды осы, фүкілдетіп жүреміз. Жаңа көкөністерді біз немен кішкене ғана лимонмен бірге қайнаттық, Лимон шырынымен лимонның өзін салып жібердік. Көпшілік осы салатқа баялды қосып жатады. Болады. Баялды ол енді фантазиясына байланысты әрине. Науши, мынаны қосамыз емес? Соңына бетіне сеп қойсыз ба? Семіп қоятын декор ретінде.
Анан не істеймін? Микрозелінде. Ол да декор ретінде қазіргі. Декор ма? Түсінікті. Мен деген жеп қойып жатырмын ғой. Енді Біз дәмін тікелей көру. эфирдеміз Махаббат ханым. Біздің 1 минутымыз қалды. Бір-ақ минутымыз қалды ма? Кеттік. Ал Қонақтар келе жатыр міне лифтқа мінді. Аха. көрсету үшін. Әдемілі бе? Мынаның бәрін алып тастайын. Түсі қандай әдемі. Нағыз күздің түсі сияқты. Қызыл, қоңыр, жасыл, нағыз дәрумен салады. Құрметті қыз келіншектер, бүгін әсіресе кешке жақын туған туыс дос-жаран жалпы өзіңіз отбасыңызбен бірге дастархан басында бас қосқан кезде таң қалдырып жіберіңіз. Нағыз мейрамханадағыдай салат болады. Біздің мына түсіріп тұрған камерадағы оператор қарны ашып тұр ғой. Түс көзіңіз. Адеңіз. Адеңіз. Келіңізші. Мінекей қарап көріңіз. Жақсы көрсетейік, ұялып жатыр. Ешкімді қинамаймыз. Онда сіз адеңіз. Менің қолымнан ешкім тамақ ішкісі келмеді ғой. Ал жарайды. Ас иесімен тәтті дейді. Ұялмай қойсаңызшы. Жақсы, Махаббат ханым, біз сізді тікелей эфирде тағы күтеміз. Бұдан да күрделі, бұдан да қызық, ерекше бір тағамдарды көрсетейік аруларымызға, үй ханшайымдарына. Құрметті үй ханшайымдары және патшалар, және олардың балалары. Өмір көркем, оны көркем ете түсу үшін біз сіздерге күн сайын танымды тікелей эфир ұйымдастыруымызды тоқтатпаймыз. Ертең 12-де кездесейік. Өмір көркем.